Сәлем достар, сіздермен бірге Айғаным каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді ірімшік қосылған булочки дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Керек заттар тізімін төменге описанияға қалдырамын. Алдымен ыдысқа жылы сүтті құямыз да, үстіне қант, кішкене тұз және де бір қасық ашытқыны қосамыз. Бізге 3 жұмыртқа керек. Бір жұмыртқаны бүтіндей саламыз да, бір жұмыртқаны сарысын саламыз, ал ағусын кейін салмасына саламыз. Сосын үстіне 30 мл сұйық майды қосып, осының бәрін біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды саламыз. Мен ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Бізге 450-480 граммдай кетеді. Енді осыларды алдымен осылай венчикпен араластырып аламыз да, кейін қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Осындай қолға жабыспайтын, әрі жұмсақ болу керек. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағаттай қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына керек заттар тізімін төменгі описанияға қалдырамын. Алдымен ыдысқа ірімшікті саламыз. Сосын вилканың көмегімен осылай езіп шығамын. Үстіне қаймақ, ұнтақ жармасы және де лимон шырынын салып, тағы да вилкамен жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде блендер болса, блендермен езуге де болады. Болмаса мен сияқты вилкамен езіп шықсаңыздар өте әдемі болып шығады. Бағана біз қамырымызға бір жұмыртқаны сарысын қосық та ақ-уызын алып қалғанбыз. Енді осы ақ-уызын осы таза ыдысқа саламыз да, және де бір жұмыртқаны аламыз. Оның сарысын кейін бетіне жаққан қалып қоямыз да, ақ-уызын қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қантты аз-аздан қосып отырамыз. Біздің ақ-уыз өзінің формасын жақсылап ұстап, ағып кетпеу керек. Енді осы ақ-уызды бағана ірімшікке аз-аздан қосамыз. Асықпай жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Біздің салмамыз дайын болғанша қамырымыз да дайын болып көтеріліп тұр. Енді осы қамырды 4 бұрышты қылып жайып шығамыз. Содан соң осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Енді осы қамырға салмамызды бір ас қасықтай саламыз. Содан кейін видеода көрсетілгендей манты сияқты екі жағын жабыстырып түйіп шығамыз. Қаттырақ жабыстыру керек, болмаса піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің ірімшік қосылған булочкамыз дайын. Өте жұмсақ әрі әдемі болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Айғаным. Сау болыңыздар достар.